Алматы атауының төркіні. Соңғы кездері көп талқыланып жүрген Алматы атауының төркінін көптеген тілдерде табуға болады. Солардың бірі скандинав мифологиясындағы Тор құдайының атақтарының қатарындағы Олматки немесе Олмайти сөздері. Бұл сөздер құдіретті, яғни әлі мықты, салмақты, алынбайтын деген мағыналарды беріп, Алмайти немесе Альвихти деп жазылады. Осылайша Норвег құдайы Тордың есімі Алматы атауымен сәйкес келетініне көңіл бөлу керек. Бұған Олматки сөзіндегі матки буыны қазақ тіліндегі мәтке, майық қылу сөздермен туыс келсе, Алмайти сөзі әлі майықты және әлді матай сөз тіркестеріне де жақын. Тіпті ағылшын тіліндегі Алмайтидің жазылуы Алмихти түрі қазақша әлі миықты сөз тіркесіне сәйкес келеді. Осыдан Алматы атауының бір мағынасы әлі майқы құдайдың тауы немесе құдіретті құдайдың тауы болады деуге болады. Сонымен қатар майқы немесе майқысат сөзі ежелгі Мысырдың арыстан құдайшасының есімі болып табылады. Майқы сөзінің Мысыр тіліндегі түбірі май, арыстан деген сөзге негізделген. Бұған қоса мака, батыр, мат, ұстап тұру дегенді деп салыстыру керек. Осыларды шумер сөздігіндегі урмах, арыстан сөзін қатар қоя қарастыру керек. Кейінгі кездері Алматы қаласының атауы алма сөзімен және алма ата ұғымымен де байланыстырылатынын естен шығармасақ та, көбірек әлім ата сөз тіркесімен әрі алмат есімімен де сәйкес келетінін атап өткен жөн. Өйткені әлім сөзінің шумер тіліндегі мағынасының бір билеуші және күшті болып келеді. Демек, қазақтардың герман тайпаларымен бірге ежелгі Мысыр және шумер мәдениеттерімен байланысы туралы пайымдауының негізі бар.